Баршаңызға қайырлы күн. Эфирге келдік. Бәрі нормально olur. Сразу сізді көрсейінші. Мында принцесса. Ой, прама. Күшті. Әдем бүгін күшті. Образ киім күшті. Негіз кеше алдым бұл киімді, я? Кеше өзі шопинг жасаған. Осыны алыпты. Күшті принцесса. Постоянно осылап әдемі болып жүреді. Біз қашан жүреміз өз қасыңызда. Осы екі кісінен сұрап жатқандар көп. Не деген реакция болды мынау? Сәл жақындаңыз. Қалай болып жатсыздар жалпы? Өте әдемі болып тұрсыздар. Екеуіңіз де. Таныстарыңыз қалай болып жатыр? Демалыс күнін қалай өткіздіңіздер? Демалыс күні өте керемет, жақсы. Бізде күнделікті кездесу негізі. Күндегі жолы жүр. Арасында бір перерыв жасап қою керек сияқты. Жұмысқа кірісу керек. 2 күн демалдым дегендей ғой. Күнде көргеніңіз атыр. Иә, күнде көрсіп қой. Сезім ашылып жатыр ма? Сәл-сәл. Осындай кезде сіз үшін сұрап алдым. Маған бір рахмет айтасыз. Ойнап айтамын, осындай бір тәтті болып жүр енді екеуі. Сіздерге сұрақ. Енді сіздерді бірге түсіреміз. Назым, сіз болашақта күйеуіңіздің артынан бір ауылға көшіп кетуге қалай қарайсыз? Жоқ, дайын емессіз. Өзім қалада өсіп тұрған екен. Көшуге дайын емеспін дейді Назым. Сіз ондайға қалай қарайсыз? Білмеймін енді қалай болар екен. Болашақтан бір өзім қалада тұрамын ғой негізі. Әркім өзінің несі ойы болады дегенде бар. Мен де мысалға бүгін кішкентай кезімде ауылда тұрдым. Қалада тұрып үйреніп қалдым дегенде бар. Енді сізге сұрақ. Егер Назым бір жұмысқа тұрып, мастер-класс болсын, басқа бір жұмыс бабымен әйтеуір басқа қалаға барғым келіп тұр, бір айға ма, сондай бір командировка сияқты бір дүние болса. Білмеймін ол. Жібересіз ба? Жібермей сияқтымын. Енді бұл кісі той саласында жүреді ғой. Жұмыс бабымен болса, әрине барып келсін. Бірақ мен де барып қалатын шығармын дегенде ғой. Қасына еріп барасыз. Мен де өзім тірліктерін тапсырып қоямын да жаққа. Басқа істейтін адамдар болады, мен өзім бірге барып келемін. Сондай енді. Негізі мен алдында да айтқан болатын, есім мен әйелім жұмыс істеймін десем. Всем привет. Маған болу керек екен, не болып қойшы. Бүгінгі красавицамыз. Назым ақан беремін мен.